Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін біз сіздермен осындай өте оңай жасалынатын банановый пай пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмсақ сары майымыздың үстіне шекерімізді салып, екеуі біріккенше жақсылап тұрып езіп аламыз. Міне осылай жақсылап тұрып езіліп бірігуі қажет. Үстіне бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне осылай аз-аздан ұнымызды салып, одан соң қопсытқышымызды салып, жұмсақ, өте нәзік қамыр елейтін боламыз. Қараңыздар, осындай өте күшті қамыр шықты, өте жұмсақ. Енді осы қамырымызды қалаған формаларыңызға, мен осындай домалақ формада ең алдымен астын жайып аламыз, теп-тегіс етіп. Одан соң осындай жандарын жақсылап тұрып барлығын тегістеп шыққаннан кейін 180 градуста 20 минут, 30 минутта піскеніне қарай пісіріп аласыздар. Ал оған дейін начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасына мен банан, вареная сгущенка, одан кейін крем-чизді қолданамын. Ең алдымен бананды осылай домалақ етіп, барлығын тегістеп турап алатын боламын. Менде осындай крем-чиз, одан кейін осындай вареная сгущенка, кез келген вареная сгущенка қолдансаңыздар болады. Енді кезекте жаңағы піскен біздің тестамыздың үстіне осылай вареная сгущенкамызды жағып, барлығын біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Мен арасына орехтер қостым. Мен жақсы көргеннен кейін, негізі қоспай қойсаңыздар да болады. Осылай аз-аздан ғана қостым. Одан соң үстіне бір тегіс етіп, видеода көрсетілгендей банандарымызды барлығын қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте крем-чизіміздің басын осылай кесіп, пирогымыздың үстіне әсемдеп шығатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Үстінен мен осылай какао сеуіп, әсемдейтін боламын. Егер де какао ұнамайтын болса, онда сеппесеңіздер де болады. Өзі де әдемі болып шығады. Біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте тез дайындалады, әрі оңай дайындалады. Дәмі де өте керемет.